Қарағанды облысының пойыздарында 100-ден астам билетсіз жолаушы анықталды. Адал жол жобалық кеңесі аясында құрылған арнайы жұмыс тобының қызметкерлері жыл бойы жүргізген рейдтік шаралардың қорытындысымен бөлісті. Олар бір жыл ішінде 32 рейдтік шара өткізіп, билетсіз жүрген азаматтарды жауапқа тартқан. Сонымен қатар тексеріс барысында ресми кассаларда билеттер тапшы болып, өзге тұлғалар билеттерді вокзал ішінде емін-еркін сатып жүрген фактілерді анықталды. Сондай-ақ билетсіз жол жүруге пойыз жолсеріктері де өздерінің қызметтерін ұсынғандығы мәлім болды. Анықталған барлық заң бұзушылықтар бойынша 22 хаттама толтырылып, 158 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Сол кісілерді әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді сол жұмыс әлі жүргізуде. Жазда кісілер демалысқа шыққанда, сонда кассада билет жоқ, сол билеттерді басқа кісілерден 2 есе 3 есе көп қымбат сатып алады. Сондықтан біз жаңа сол кеңсені ұйымдастырдық. Қазақстан темір жолы біздің агенттікпен бірге жаңа адал жол деген жаңа кеңсені ашты. Осындай фактілер болмау үшін.